Құрметті достар, бүгін екінші блог турымызды бастадық. Бүгін сіздермен Төле ауданында қызықтармен бөлісетін боламыз. Қазір Шымкент қаласынан шықтық. Және Сайрам Өгем ұлттық паркіне дейін барамыз. Сол жол бойындағы қызықтармен бірге танысатын боламыз. Төле ауданының Ленгір қаласынан 2-3 шақырым жерде осында қара алаңы бар. Ол бір өлікке кетіп бартқан жолда кез келген демалушы осы жерге келіп қара алаңынан тамашалап тауларды көрсе болады. Қазір біз де көреміз барып. Қарауыл алаңында осындай келуші демалыстарға беседкалар қойып қойған. Андай әдемі дүниелер жасап қойған. Таудың көрінісін өзі әдемі пейзаж болып көрінеді бұл жерден. Одан ары тауды жақын көреміз десеңіздер, мына жерге қарау дүрбісін орнатып қойған. Сайрам ұлттық паркының бүргілік жақтағы қақпасынан кірдік. Айта кететін нәрсе, Сайрам Өгем ұлттық паркының кез келген қақпасынан кіретін болсаңыз 492 теңге төлейсіз. Ләжі бар болса, қолма-қол алып келгеніңіз дұрыс. Бұл жақта сет жақсы ұстамайды. Қазір біз Ақмешіт сарқырамасына барамыз. Сарқырамасын бірге тамашалайтын боламыз қазір. Ақмешіт сарқырамасы 7 метрге дейін барады, биіктігі. Суы өте мұздай. Сонша сарсып шыққанға тұрарлықтай сарқырама. It's about to go down. Let your feelings flow. I will show you just how. I will show you just how.
Құрметті демалушылар, табиғат аясына демалуға келгеннен кейін өз алып келген заттарымызды қоқыс қылып тастамайық. Мына қоқыстар табиғатқа зиянын келтірмесе, пайдасын тигізбейді. Әр қақпаның алдында осындай қоқыс тастайтын орындар бар. Сол жерге тастайық, немесе өзімізден алып кетейік. You get to hear me now. If you get to hear me now. Ақмешіт сарқырамасынан кейін мені Қанарға ауылы арқылы Ақсу шатқалына келдік. Қазір Ақсу шатқалының өзінің бір керемет жері бар, су айналымы. Ары қарай соны бірге көреміз қазір. No, you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you... Мына жаңа су айналымының жоғары жағына келдік. Бұл жаққа келемдеушілерге ориентир мына қорамен мына талды алса болады. So just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. Су айналымына түсу аздап қиынырақ, бірақ су айналымы көру үшін тұрарлық. If you get to hear me now. If you get to hear me now. Астыға түскен жерде осындай көпірі бар. Әдемі жерді үстінен тамашаласаңыздар болады. But it's like you're not always right now. The things aren't easy, so just believe me now. Don't learn the hard way, just let me show you how. Ақсу шатқалының ең әдемі, ең көрікті жері десек болады. Бұл су айналымды. Бұл су айналымның бір қызық жері, бірнеше ғасырдан бері айналып жүрген ағаштарды көре аласыздар. If you get to hear me now. 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 If you get to hear me now, 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 now. Құрметті достар, видео блогымыз ұнаса, лайк басып, арнамызға жазылып кетіңіздер.